Қайырлы күн, менің есімім Бекдәулет Әкімниязова, дәрігер-пульмонолог және тарақалды хирургпын. Өкпе ауыр ма? Өкпе ауыр келеді. Шартты түрде осылай деп айтайық. Әрбір мүше өзіндік салмаққа ие болады. Шартты түрде ерлердің мүшесі біршама ауырлау, шамамен 800 грамм, шамамен 840 граммда ер адамдарда, ал әйелдерде сәл жеңілірек 640 грамм. Алайда, оларда өкпенің жағдайы күрделі деген сөз орамы бар, иә? Мәселелерді шеше бастағанда жағдай мүлдем нашар болып шығады. Сондықтан олар ауыр. Неліктен біз зиянды болып саналатын флюорографияны жасаймыз? Біле білсеңіз, зерттеудің қандай да бір түрі зиянды немесе зиянсыз деуге болмайды. Бұл жалпы алғанда дұрыс емес. Жылына бір рет флюорографиядан өту, яғни бұл профилактикалық тексеру, ол мүлдем зиянсыз. Басқа бір жайтқа келер болсақ, халықтың кейбір топтары осы зерттеуден жиірек өтуі тиіс. Мұндай жағдайда, егер ер адам дәл осы процедураға қатысты теріс көзқарасқа ие болса, онда басқа баламаны, цифрлық флюорографияны қолдануға болады. Ондағы сәулелілік жүктеме әлде қайда төменірек, дегенмен тиімділігі дәл сондай. Егер темекі тартпаса, өкпе сау бола ма? Дәл солай, егер өкпеге темекі тарту арқылы әсер етілмесе, оның сау болары сөзсіз. Неліктен? Өйткені темекі тарту нақ осы түтіннің құрамы бронхтардағы мукоцилиарлы аппараттың сал болуына әкеліп соқтырады. Ал бұл қабынуға аппаратын алғашқы кезең. Әрі қарай тыныс алу мүшелерінің аурулары пайда болады. Сондай-ақ темекі тартуға мүлдем байланысы жоқ басқа аурулар тобы бар. Мәселен, туберкулез секілді дерт. Шартты түрде демікпе, тұқым қуалайтын аурулар, кәсіби ауруларды алайық. Оларға темекі тарту мүлдем әсер етпейді. Бұл аурулар өз жолымен күшейе түседі. Кейде шылым шегу осы топтарға жататын аурулардың ағымын күшейте түсуі мүмкін. Әрі бұл айқын, жиі және ұзаққа созылатын асқынулар түрінде көрініс табады. Қандай мамандықтар өкпе үшін ең қауіпті? Жақсы сауал екен. Өйткені адамдар арасында белгілі бір мүшеге ықпалы бар мамандық жоқ деген секілді түсінік кеңінен таралған. Жеңіл әуе мүшесі, әрі оған ауаның тікелей сапасы әсер етеді. Сондай-ақ ауаны түтіндететін барлық нәрселер уытты әрекетке ие. Мұнда баршамызға белгілі кеншілер, құрылыс бригадалар жатқызылады. Сонымен бірге зерттеушілер де баршылық. Бұл жерде аспазшылар және басқа да. Мәселен, ашық ауада өте жиі тамақ дайындаумен айналысатындарға нақ осы түтін бар. Ол тыныс алу мүшелеріне дәл осылай әсер ететіні дәлелденген. Әрі бөлек топқа психологиялық немесе психосоматикалық аурулар жатқызылады. Демек, ұзаққа созылған стресс тыныс алу мүшелерінің бұзылысын тудырады. Шылым қыздырылатын темекіден зияндырақ па? Бұл пікірталастық сұрақ. Себебі зиянсыз нәрсенің барлығы бұл таза ауа. Мен нақ осы жайтты насихаттайтын дәрігермін. Осы екі факторды салыстырған кезде мына бір нәрсе дәлелденген еді. Темекіні қыздыруға арналған жүйе тұншықтырғыш газды шамамен 98%-ға дейін азырақ бөледі. Әрі бұл әрине оның жақсы жағы. Дегенмен, қыздыратын жүйенің өзі де белгілі бір заттектерді бөліп шығаратынын ұмытпағаныңыз абзал. Әрі олар дәл осы мукоцилиарлы аппаратқа ықпал етеді. Және осы бронхиттің қабынуына байланысты оның сал болуын тудырады. Алайда, егер адам шылым құмар, темекі шегуден бас тартқысы келсе, әлбетте, оны балама нұсқа ретінде қолданады. Темекіні қыздыруға арналған жүйе шылымнан бір жолата бас тарту жолындағы кезең ретінде бұл әрдайым қалағанымыздың нәтижесі. Дегенмен, ұмтылуға болатын ең үздік нәрсе темекіні тастау, әрі таза ауамен демалу. Егер қаланың экологиясы нашар болса, көшеде жүгіру зиянды ма? Меніңше бұл емделушілерімнің ең бір сүйікті сұрағы. Өйткені жүгіру әрқашан пайдалы екені шүбәсіз. Бұл дегеніміз, дене шынықтыру бұл физикалық жүктеме.
Дегенмен, мұнда басқа бір жайт бар. Бұл қаланың қай жерінде жүгіруге болады? Әсіресе экологиясы айталық күннен күнге нашарлап бара жатқан қалада. Сондықтан жасыл аймақтарда жүгіру бұл әрдайым плюс болып саналады. Жол бойымен, трассалардың бойымен, жай ғана кәдімгі тұрғын үйлердің жанымен жүгіру, яғни ешқандай жасыл аймақтары жоқ жерде жүгіру әрине зиянды. Ағаштар біздің қорғаушыларымыз, олар жер ғаламшарымыздың өкпесі болып келеді. Әрі олар белгілі бір сапалы құрамға ие ауаны бөліп шығарады. Тіпті адам ықшам ауданның өзінде жүгіргенде, ал сол жерде басқалар бөліп шығаратын заттектермен көбірек тыныс ала бастайды. Шартты түрде алғанда мынадай қарапайым түсініктеме. Сондықтан тыныс алуды да жүгіруді де жасыл қоршаулары бар жерлерде жасаған дұрыс. Ал жолдардың бойымен тас джунгли демекші, яғни сол бір ықшам аудандарда жүгірген зиянды болып келеді. Адам жақсы таза ауаның жоқтығынан анағұрлым қарқынды тыныс алады және сол ауаға бөлініп қойған заттектермен дем алады. Шартты түрде адамдар, шартты түрде көлік, шартты түрде өндіріс. Сондықтан жасыл аймақтары бар жерлерде тыныс алу дегеніміз бұл әрдайым жақсы, пайдалы. ÖSОA жұқпалы ауру ма? ÖSOA бұл жүре пайда болған өкпе ауруы, әрі ол обструкциямен сипатталады. Шылым құмар болып келетін немесе темекі тарту бойынша өтілі өте жоғары адамдар ÖSOA ауруынан зардап шегеді. Бір өкініштісі, осы тұста қайтарымсыз өзгерістер болып жатады. Сондықтан ол мүлдем жұқпайтын дерт. Дегенмен, бұл жерде басқа мәселе баршылық. ÖSOA генетикалық тұрғыдан детерминантталған болуы мүмкін. Яғни, емделушінің тұқым қуалайтын факторында өкпе жүйесінің әлсіздігі үшін жауап беретін шартты түрде белгіленген аймақтар болуы ықтимал. Әрі долбарлап айтқанда тіпті экологияның салдарынан да өкпенің созылмалы ауруы қоздырылуы мүмкін. Өкпе аурулары тұқым қуалай ма? Иә, мұндай ықтималдық бар деп айтуға әбден болады. Егер тікелей туысқандардың генетикасында, мәселен, тыныс демікпесі болған жағдайда, ол детерминантталған белгі ретінде тұқым қуалауы мүмкін. Бұл нені білдіреді? Яғни, белгілі бір жағдайларда сол отбасының белгілі бір баласында тыныс демікпесі айқындалуы ықтимал. Алайда негізінен ÖSOA әрі созылмалы бронхит секілді созылмалы аурулар тұқым қуаламайды. Тыныс алу мүшелерінің онкологиялық ауруларына келер болсақ, бұл тұста жүргізілген жұмыстар бар және дәлелденген жайттың бірі генетикалық тұрғыдан жасушалардың мутациясы үшін жауап беретін жасуша болады. Әрі өмір сүру салты айталық аурудың пайда болуы мен оның ағымын жылдамдатуы әбден мүмкін. Егер туберкулезға қарсы екпені салсаң, онда бұл дертке шалдықпайсың ба? Күрделі сұрақ екен. Әрине, иә. Бәріміз де осындай 100% кепілдікке ие болғымыз келеді. Жоқ, вакцинациялау айталық тек қана 50% береді. Тіпті 50%-дің өзі шын мәнісіндегі саннан да көп шығар. Дегенмен, вакцинациялау жартылай кепілдікті беріп отыр. Бәлкім адам ауырып қалмайды немесе ауырып қалса да дерт жеңіл формада өтеді. Жеңілірек былай айтқанда, аурудың ағымы жеңіл болады. Міне, яғни дәлме-дәл айта алмаймын. Бұл жерде көп нәрсе айналадағы факторларға да байланысты болып келеді. Өмір сүру салты, кәсібі, стресске деген төзімділік бұл да иммундық тапшылыққа итермелейді. Тиісінше, тіпті вакцина алған адамның өзі де соның ішінде өкпе туберкулезімен ауырып қалуы мүмкін. Қорылдайтын адамның түнде тыныс алуы 500 ретке дейін тоқтатылуы мүмкін екені рас па? Қорылдаған адамның тыныс алуы тоқтатылуы әбден мүмкін. Сандарға келер болсақ, мұнда диагностиканы жасау керек. Алайда, негізгі сұрақ, қорылдаған адамның тыныс алуының тоқтауы оттегінің жетіспеушілігіне әкеліп соқтырады. Оттегінің жетіспеушілігі мүшенің бұзылуына апарады. Міне, мәселен кейбір адамдар бар. Бәлкім мұндай оқиғаларды естіген де шығарсыздар. Адам ұйықтап қалды да, бірақ оянбады. Өлексені союдың нәтижесінде инфаркт болғанын көрсетеді. Әдетте бұл тәуліктің белгілі бір уақытында болып жатады. Дәл осы қорылдайтын адам осыған бейім келеді. Неліктен? Өйткені гипоксия болған деген сөз. Гипоксия бұл оттегінің жетіспеушілігі. 1, 2, 3 секунд әрі қарай 4-5 минутқа дейін барады да, кейбіреулерде тіпті 2 сағатқа дейін жетеді делік. Елестетіп қана көріңізші. Адам 8 сағат ұйқының
ішінде 2-3 сағаттай оттегінің жетіспеушілігінен зардап шегеді. Ұйқының қанбауы. Міне, емделушілердің шағымы осы. Менің ұйқым қанбайды, көп ұйықтаймын. Бұл түйткілдің лайт формасы ғана. Ал егер осы жайтты елемесек және әрі қарай жүре берсек, аталмыш шұғыл тоқтау жайттары да бола бермек. Өкпенің, жүректің, мидың тоқтауы, мұның бәрі де гипоксияға байланысты. Сенің өкпең темекі қорабындағы фотосуреттегідей болуы үшін қанша жыл шылым шегу керек? Қораптағы фотосуреттегідей. Мен былай деп жауап берейін. Өкпедегі өзгерістер 6 ай бойы темекі тартудан кейін пайда бола бастайды. Мен бұл жерде қайтарымсыз салдар туралы айтып отырмын. Яғни, темекінің орамасындағы сурет 6 айдан кейін келуі әбден мүмкін. Алайда генетикалық бейімділік деген нәрсе бар, немесе керісінше оның жоқтығы. Бұл жағдайда өкпе темекі тартудың 40 жылдық өтілінен кейін ғана жаңағыдай болып көрінуі ықтимал. Бұл жерде осыны болжап айту мүмкін емес. Бұл былайша айтқанда маңдайға жазылған бағыңызға байланысты. Дегенмен, үдерістің қайтарымсыздығы тұрақты түрде болатын 6 айлық шылым шегуден кейін пайда болады.